Алматы қаласы Әуезов ауданы номері 122 мектеп 8-ші сынып оқушысы Әлімхан қызы Әмина. Тақырыбы Шығыс ойшылы Ұлықбектің өркениетке қосқан үлесі. Тақырып жоба кіріспеден екі тараудан, қорытындыдан және де пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Тақырып өзектілігі. 14-15 ғасырда Орталық Азияның ғылымы мен мәдениеті жоғары деңгейге көтерілді. Ол қазіргі кезде ғылымдағы ренессанс, яғни қайта өрлеу деп саналады. Бүкіл түркі жұртының мақтанышы, ғылымның дамуына үлкен ерекше із қалдырған Ұлықбектің астрономияның дамуына қосқан үлесі мен ғылыми табыстарына тоқталамын. Зерттеу мақсаты: Ұлықбек дәуірінде ғылым, білім және өркениет дамуының жоғары деңгейінің шынайы көрінісін көрсетіп, кешенді түрде зерттеу және тұжырым жасау. Зерттеу міндеттері: Ұлықбектің шығармашылық қызметі мен еңбектеріне талдау жасау, астрономиялық обсерваториясының маңыздылығын зерттеу. Зерттеу жұмысының ғылыми жаңашылдығы: Ұлықбектің мемлекет қайраткері және ғалым ретіндегі рухани мұрасына талдау жасалынды. Біз осы зерттеу жұмысында Ұлықбек мектебінің теориялық астрономия деп аталатын арнайы ғылымының қалыптасқаны анықталды. Ұлықбектің педагогикалық көзқарастары мен оқушылармен қарым-қатынасты әзірлеген әдістерін сараладым. Ұлықбектің қалдырған ізі: Ұлықбектің ғалымдығының қалыптасуына оның атасы Әмір Темірге ілесіп, мәдени, ғылыми дәстүрлері бай елдерді аралауы әсер етті. Самарқандағы Асабай кітапханада Аристотель, Платон, Гиппарх сияқты ежелгі грек ғалымдарының классикалық еңбектерімен жақсы таныс болды. Самарқандағы Ұлықбек медресесі. 1420 жылы Самарқандағы медресесі. Оқу бағдарламасы: араб тілі, Құран, ғылыми мәлімдеме, хадис, логика, география, тарих, әдебиет, математика пәндері оқытылған. Ұлықбек обсерваториясы оның ғылыми маңызы. Мемлекеттік қайраткер ретінде ірі жасалған жұмысы Самарқанда обсерватория салдыруы. Бұл Ұлықбектің ғылым мүддесін көздеп, болашақ үшін жасалған ерлігі болып саналады. Мұнда телескоп ойлап табылды және күн мен астрономиялық сағаттар, әртүрлі бұрыштарды өлшейтін дәл аспаптар болды. Ұлықбектің астрономиялық кестесі. Ұлықбек обсерваториясының ең басты еңбегі Зич-Кургани жасалуы болып табылады. Бұл кітап негізінен 4 бөлімнен тұрады: күнтізбе туралы, уақыт өлшеу жөнінде, планеталардың қозғалысын анықтау жайында және де астрономиялық басқа мағлұматтар туралы. Ұлықбек және онымен бірге жұмыс істеген ғалымдар оқушылармен қарым-қатынаста команда әдісін әзірледі. Бұл әдіс бойынша әр мұғалім 11-15 оқушымен жұмыс істеуі керек болды. Қорытынды. Жұмысты қорытындылай келе, алға қойған мақсаттарды ашып зерттедік. Ұлықбек мемлекетті басқарумен ғана емес, ағартушылықпен, ғылыммен, көркейтумен де айналысты. Бір сөзбен айтқанда, Ұлықбек мемлекет қайраткері ретінде ғана емес, өзінің батыл ғылымымен, мәдени ағарту ісімен және шығармашылық қызметімен де танымал болды.